Саламатсыздар ма? Менің атым Саркулов Бауыржан. Мен инвестиция жасауды 2020 жылдан бері бастағанмын және инвестиция жасау туралы көп ізденіп келемін. Қазіргі таңда мен инвестиция жасауды қайтадан бастап жатырмын. Себебі мен бұрынғы ақшаларымның бәрін квартира алуға және көлік алуға, автомобиль алуға жараттым. Енді мен инвестициялық жолымды қайтадан басынан бастап жатырмын деуге де келеді. Бірақ қазіргі ә, ақшаларым оңайырақ табылады. Себебі бұрынғы кезде мен студент кезімде бастаған инвестиция жасауды, ол кезде маған ақша табу өте қиын болды. Бірақ сонда да мен инвестиция жасауды сол кезде үйреніп бастадым. Соның арқасында мен қазір инвестиция жайында білімім өте терең деп айтуға болады. Бүгін мен бұл видеороликті жасау себебім көптеген адамдар инвестиция жасау туралы қазір енді ғана естіп жатыр және олардың көпшілігі инвестицияны басқа инвестициялық пирамидалармен немесе трейдингпен немесе биткоинға ақша салумен инвестицияны шатастырады және олардың инвестиция туралы түсініктері шынайы инвестициямен инвестициядан тым алыс. Себебі оларда тәжірибе жеткіліксіз және инвестициялық білімі, қаржылық сауаттылықтары жеткіліксіз. Себебі олар енді ғана бастап келе жатыр. Ал ондай адамдардың саны Қазақстанда өте көп. Себебі мен инвестиция жасап бастаған кезде Қазақстанда не бар 10 мың инвестициялық брокерлік шот ашылған болатын. Ал қазір брокерлік шоттардың саны миллионға жақындап қалды. Сондықтан достар, инвестиция жайында енді ғана біліп жатқан адамдар Қазақстанда өте көп. Және сол адамдарға инвестицияны басынан қайтадан дұрыс жасау туралы осы видеода айтып бергім келеді. Ол үшін мен қазір чат GPT-ді пайдаланамын. Чат GPT мен де тіпті жақсырақ айтып береді, бірақ мен сол чат GPT-дің берген жауаптарын толығырақ өзім комментировать етіп сіздерге түсіндіремін. Сонда мен ол чат GPT аспаннан ештеңе алмайды, ол интернетте бар немесе адамзаттың білетін білімін бізге жай ғана түсінікті тілде шығарып береді. Және ол жазған нәрсенің бәрін мен өзім де өз сөзіммен жазып беруіме болатын еді, бірақ бұлай оңайырақ, сондықтан чат GPT-ге көшейік. Міне, мен бірінші сұрақ қойдым чат GPT-ға. Бұл сұрақ былай: қаржылық сауаттылық адамдарға не үшін керек? Бірінші, ақша басқаруды үйрену. Қаржылық сауаттылық адамның ақшаны тиімді басқаруына көмектеседі. Оның ішінде бюджет құру, шығындарды бақылау және жинақтар жасау. Яғни қаржылық сауаттылығы бар адам, ол уже ақшаны дұрыс пайдалануды үйренеді. Ол өзінің ақшаларын жан-жаққа шашпайды. Әр нәрсені сатып ала бермейді. Ол өзінің негізгі қаражатын қалай дұрыс пайдалану керек екенін және қайда жарату керек екенін түсінеді. Оның ішінде бюджет құру, яғни бюджет, мысалы, бір айға, бір жылға бюджет құруға болады. Бір жылға бюджет құрған кезде сіз өзіңіздің бүткіл жылдық табысыңызды есептейсіз және осы жылы қанша ақша жарататыныңызды есептейсіз. Және қанша ақша сақтап қалатыныңызды міндетті түрде есептейсіз. Қанша ақша қайырымдылыққа беретініңізді есептейсіз, қанша ақша сыйлыққа беретініңізді есептейсіз, қанша ақша шетелге шығуға жарататыныңызды есептейсіз, қанша ақша инвестиция жасайтыныңызды есептейсіз. Бұл адамның қаржылық сауаттылығын дамыту кезінде ең бірінші жасайтын нәрсе, ол өзінің қаржылық бюджетінде құру керек. Кем дегенде осы келесі айға, бір айға болса да қаржылық бюджетіңіз құрып көріңіз. Бұл өте қызықты, сіздің өміріңізге үлкен әсер тигізетін әрекеттердің бірі болып табылады. Шығындарды бақылау және жинақтар жасау. Шығындарды бақылау үшін менде бағдарлама бар телефонда. Ол One Money деп аталады. Сіздер басқа кез келген бағдарламаны жазсаңыздар болады. Просто менде бұл бағдарламаны студент кезімде өзім жазып алғанмын. Сосын не істегенмін? Ол программаның подпискасын өмір бақиға сатып алғанмын. Сол кезде 2000 теңге тұратын. Қазір білмеймін қанша, 10 мың ба тұратын шығар.
Міне One Money деген бағдарлама қазір көріне ме екен сіздерге? Такс. Яркостьін азайтайын, сонда көріну керек сіздерге. Яркость қатты болғаннан кейін көрінбей жатқан ғой. Такс. Міне One Money деген бағдарлама өте пайдалы. Мұнда расходтарыңызды жаза аласыздар, доходтарыңызды жаза аласыздар, категорияларға бөліп тұрады, бәрін жазып, осында шығындарыңыз бен расходтарыңызды жазсаңыздар болады. Негізі оны алғашқы 3 ай пайдалансаңыздар болады, және сіздің өміріңізде қаржылық қиындықтар пайда болған кезде осы бағдарламаға жазып бастасаңыз шығындарыңыз, сіз бірден шығындарыңызды 10-20 пайызға азайтасыз. Себебі сіз өзіңіздің ақшаңызды бекерден бекер керек емес заттарға жаратуды қоясыз. Себебі сіз өздеріңіздің кез келген шығындарыңызды жазып отырасыз. Сол кезде сіз ақшаны дұрысырақ пайдалануды үйренесіз. Оны өмір бақи жазудың керегі жоқ, себебі сіз бір 3 айдан кейін уже үйреніп қаласыз. Сөйтіп ақшаңызды керек емес заттарға жаратпайтын боласыз. Бұның вот осындай. Бірақ мен кейде арасында пайдаланып тұрамын, себебі менде де қаржылық қиындықтар болады. Мен ангел емеспін. Менде де сіздер сияқты адам болғаннан кейін менде де қаржылық қиындықтар болатын кезеңдер болады. Сондай кезеңдерде осындай бағдарлама маған көмектеседі. Мен әрқашан пайдаланамын деп айтпаймын, бірақ сондай қиын кездерде өзім пайдаланатыным бар. Оның пайдасы өте жоғары негізі. Адамдар оны істемейді, көп адамдар. Және екінші, қарыздарды басқару. Қаржылық сауаттылық қарыздарды дұрыс басқаруға және олардың мөлшерін азайтуға көмектеседі. Бұл кредиттер мен несие карталарының пайыздық мөлшерлемелерін түсінуге және оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Яғни сіз қаржылық сауаттылығыңызды дамыта отырып, ақшаны дұрыс пайдалануды үйрене отырып, өздеріңіздің қарыздарын дұрыс қарыз ала да білу керек. Себебі әр сіз егер де қарызды дұрыс алмайтын болсаңыз, микрофинансовый организациялардан қарыздар алатын болсаңыз, сізде проценттік төлемдеріңіз өте жоғары болады. Сол үшін сізге қарызды да дұрысырақ алуды, дұрыс банктерден қарыз алуды үйрену керек. Себебі кейбір банктерде кредиттік переплаталары өте көп. Мысалға Каспиде кредиттік переплата өте жоғары проценттік несі басқа банктермен салыстырғанда. Сол сияқты сіз уже есептеп, калькуляторды дұрыс пайдаланып, кредиттік пайыздарыңызды дұрыс есептейсіз. Сондықтан сіз азырақ кредит төлейсіз. Ол үшін бұл да өте маңызды. Сіз пайыздық мөлшерлемелерге мән беруіңіз керек. Тіпті 1 пайыздық айырмашылықтың өзі үлкен ақша болуы мүмкін, егер сіз үлкен суммада кредиттер алған болсаңыз. Инвестициялау. Адамдар қаржылық сауаттылық арқылы инвестиция салу әдістері мен тәуекелдерін түсінеді. Бұл ұзақ мерзімді қаржылық мақсаттарға жетуге көмектеседі. Иә, достар, негізі ең бастысы қаржылық сауаттылықта ақшаны табу, көп табу, мейлінше көп табу. Екінші, ақшаны азырақ жарату. Сізге өмір сүруге жеткілікті ғана сумма жаратып, қалған ақшаны жинасаңыз, тіпті керемет болады. Үшіншіден, сол жинаған ақшаңызды дұрыс инвестиция жасау. Осы 3 тәсілді пайдалансаңыздар болды, сіздер міндетті түрде бай боласыздар, өздеріңіздің мақсаттарыңызға жетесіздер, армандарыңызды орындайсыздар, үлкен үй соғасыздар, балалы шағалы боласыздар, машинаңыз болады, бәрі болады. Егер де осы 3 тәсілді дұрыс өмір бақи пайдалансаңыздар, бұл сізге өміріңізді әлде қайда жақсартуға көмектеседі. Сіздің достарыңыз, класстастарыңыз, группаластарыңыз сіздің шаныңызға да ілесе алмай қалады бір 15-20 жылдан кейін. Сол үшін, достар, инвестиция жасауды қазірден үйреніңіздер. Әсіресе студенттер осы инвестициямен қызықса жақсы болатын еді. Бірақ білмеймін, қазір студенттер қатты қызықпайтын сияқты. Білмеймін, мен кезімде мен өзім ғана қызығатынмын универде жүрген кезде. Сосын дос балама үйреттім, сөйтіп ол да қызығатын болды. Сонымен инвестиция жасауды, қаржылық сауаттылықты біз екеуміз бірге дамытқанбыз. Төртінші, қаржылық қауіпсіздік. Қаржылық сауаттылық қаржылық қауіптерден қорғауға, мысалы төтенше жағдайлар немесе күтпеген шығындар үшін сақтандыру мен қор жинауға мүмкіндік береді.
Қаржылық қауіпсіздік деген қаржылық қауіпсіздік жастығы дейді. Ағылшынша финансовая подушка безопасности. Ол деген сіздің 3 немесе 6 ай шығындарыңызды өтеуге жететін сумма. Мысалы, сіз айына 300 мың жаратасыз деп есептейік. Сізге демек 3 айға жеткілікті ол 900 мың теңге. Ал 6 айға ол 1,8 миллион керек. Сізге ә, 6 ай бойы шығындарыңызды өтеуге. Егер де мысалға ол қаржылық қауіпсіздік не үшін керек? Мысалы, сіздің аяғыңыз сынып қалып жұмысқа шыға алмай қаласыз, немесе машинаңызбен авария боласыз. Әрине керек, ондай болмасын, бірақ кім білет, бұл өмірде не болатынын ешкім білмейді, болашақты ешкім болжай алмайды. Сондықтан болашақта кез келген қиын жағдайға тап болғанда сізге осындай қаржылық қауіпсіздік жасауға көмектеседі. Сол туралы айтылып тұр бұл жерде. Сіз яғни ақша жинауыңыз керек. Жинап, ол ақшаны депозитке сап қою керек. Сіз кез келген банкке депозитке сап қойып, сол ақшаға тиіспейсіз, ол ақша туралы мүлде ұмытуыңыз керек. Тек қана өте қиын жағдайға тап болған кезде ғана ол ақшаны пайдалануға рұқсат етіледі. Сонда ол ақшаға сіз iPhone сатып алмауыңыз керек, ол ақшаға сіз ноутбук сатып алмауыңыз керек, ол ақшаға сіз киім сатып алмауыңыз керек, ол ақша жай ғана тұру керек. Ол ақшаның бар екенін сіз ұмытуыңыз керек. Сіз қолданбайтын банкке депозитке салсаңыз да болды, ары қарай ақша жинап инвестиция жасап жүре беріңіздер. Ол ақша сізге мүлдем қатты қиын жағдайға тап болған кезде ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Кредит алмау үшін, әрине. Бесінші, ақпаратты қабылдау және шешім қабылдау. Қаржылық сауаттылық адамдарға қаржылық өнімдер мен қызметтер туралы дұрыс шешім қабылдауға, мысалы, банктік қызметтер, инвестициялық өнімдер және сақтандыру туралы ақпаратты дұрыс бағалауға көмектеседі. Яғни жоғарыда айтылғандай проценттерге мән беріңіз деген сияқты ақпаратты дұрыс қабылдау, шешім қабылдауды дұрысырақ үйренетін боласыз. Себебі сіздің қаржылық сауаттылығыңыз жалпы деңгейі жоғары болады. Сонда сіз инвестициялық инструменттер, банктік инструменттер, депозит, кредит, там опциондар, облигациялар туралы бәрін білетін болсаңыз, сізге бұл өмірде өмір сүру, қаржылық жағдайыңызбен басқару әлдеқайда оңайырақ болады. Сол үшін қаржылық сауаттылықты көбейту керек дегісі келіп тұр. Қаржылық мақсаттарды қою және жету. Адамдар қаржылық сауаттылық арқылы өздерінің қаржылық мақсаттарын анықтап, оларды жүзеге асыру үшін нақты жоспар құра алады. Иә, достар, қаржылық мақсаттарды қою және оларға жету үшін сіздің қаржылық сауаттылығыңыз сонда көбірек болады. Қаржылық мақсаттарыңыз, мысалға, сізге квартира сатып аламын деп мақсат қойдыңыз, қанша жылда жететініңізге, қанша инвестиция жасайтыныңызға, қанша уақыт жұмыс істейтініңізді, оның бәрін жазуыңыз керек. Яғни қаржылық мақсатыңыз, мысалы, квартира сатып алатын сумма, мысалға 50 миллион теңге тұратын квартираны сатып аламын деп мақсат қойсаңыз, сізге 10 жылда 50 миллион табу үшін айына 300 мың теңгеден инвестиция жасасаңыз, 10 жылда 50 миллионға жеткізуге болады. Типа солай есептелінеді оның бәрі. Қазір сіз өзіңізге өмір бақиға жеткілікті ақша суммасын есептеу үшін өзіңіздің бір айда жарататын сумманы 150-ге көбейтіңіз. Сонда сіз, мысалға, айына сіз есептейік, айына сіз 500 мың теңге жаратасыз деп есептейік. Бізде Қазақстанда жалпы орташа айлық 400 мың теңге болса, сізге 500 мың теңге айына өмір сүруге жеткілікті деп есептейік. Сонда оны көбейтеміз 150-ге, сізге 75 миллион теңге өмір бақи жұмыс істемеуге жеткілікті. Себебі сіз осы 75 миллионнан инвестициялық табысыңызды алып отырасыз, сол табысыңызды ай сайын 500 мың теңгеден жаратып отырып, сіз өмір бақи ақшаға жұмыс істемеуге мүмкіндік аласыз. Сол үшін қаржылық мақсаттарды қоюды үйренесіз осылайша. Сіз өзіңізде өмір бақи жұмыс істемеуге жеткілікті сумманы қазір білесіз. Мысалы, сіз миллион жарататын болсаңыз айына, демек сізге 150 миллион керек. Егер 2 миллион жарататын болсаңыз айына, сізге 300 миллион теңге керек. Осындай суммада капиталыңыз болса, сіз өмір бақи жұмыс істемеуіңізге болады.
Жетінші, стресс пен алаңдаушылықты азайту. Қаржылық мәселелерден туындайтын стресс пен алаңдаушылықты азайту үшін қаржылық сауаттылық маңызды. Қаржылық жоспарлау мен басқару сенімділік пен тыныштық береді. Қаржылық сауаттылықтың арқасында адамдар өздерінің қаржылық жағдайын бақылауда ұстап, өмір сапасын жақсарта алады. Қаржылық сауаттылықтарын дамытқан адам адамның өмірінде қаржының кесірінен, ақшаның кесірінен стресс өте төмен болады. Себебі олар өздерінің ақшаларын дұрыс пайдалануды біледі, дұрыс кредит алады, дұрыс инвестиция жасайды, дұрыс заттар сатып алады. Сондықтан олардың қаржылық стресстері өте төмен болады. Олар керек емес, там ең соңғы iPhone алмайды, ең қымбат машина алмайды, ең қымбат киім алмайды. Олар өздеріне тұратын үй алады, ақшаларының көп бөлігін инвестиция жасайды. Соның арқасында олар жұмыс істемей, жұмыстан да шығып кетеді, сөйтеді да жұмыссыз өздерінің бизнестерін бастайды. Оларда бос уақыттар пайда болады, себебі олар жұмыс істемеуіне болады. Олардың шығындарын олардың инвестициялар жауып отырады. Сондықтан олар басқа іспен айналысып өздерінің бизнестерін ашады. Сол арқылы оларда стресс өте төмен болады. Ал егер де оларда ондай ақша болмайтын болса, капиталдар болмайтын болса, олар жұмысқа бару керек болатын еді, кредит төлеу керек болатын еді. Солай стресстер біріне бірі қосылып адамның өмірінде стресс өте жоғары болатын еді. Ал оның қаржылық сауаттылығы жоғары болғандықтан оның өмірінде стресс өте төмен болады. Және қаржылық сауаттылығыңыз неғұрлым ерте жоғарылатып көбейтетін болсаңыз, көбірек кітаптар оқитын болсаңыз, сіздің өміріңізде стресс өмір бақи өте төмен болады. Бұл сіздің денсаулығыңызды ұзақ уақытқа сақтауға көмектеседі. Мен чат GPT-ға қойған екінші сұрағым: инвестициядағы басты ережелер. Инвестициялау бұл қаржыны дұрыс басқару мен өсірудің тиімді жолы, бірақ ол белгілі бір тәуекелдерді де қамтиды. Инвестицияда табысты болу үшін бірнеше басты ережені ұстану маңызды. Бірінші, жоспарлау және мақсат қою. Инвестиция жасау алдында қаржылық мақсаттарыңызды нақты анықтаңыз. Бұл қысқа мерзімді мақсаттар, мысалы шетелге саяхат, және ұзақ мерзімді мақсаттар, мысалы зейнетақы жинақтау болуы мүмкін. Екінші, тәуекелді бағалау. Инвестициялардың әрқайсысы белгілі бір тәуекелді қамтиды. Өзіңіздің тәуекелге қабілеттілігіңізді бағалаңыз және оның негізінде инвестициялық шешімдер қабылдаңыз. Портфеліңізді әртараптандыру арқылы тәуекелдерді азайтыңыз. Жаңа айтылып өткендей, қаржылық мақсаттарды қоясыз бірінші, сосын сол мақсаттарға жету үшін әрекет етеді. Қаржылық мақсаттар екіге бөлінеді: қысқа мерзімді мақсаттар және ұзақ мерзімді мақсаттар. Қысқа мерзімді мақсаттарға көлік сатып алу, шетелге шығып қайту, тағы да компьютер сатып алу, ноутбук сатып алу, iPhone сатып алу деген сияқты қысқа мерзімді мақсаттар болуы мүмкін. Ал енді ондай мақсат бәрінде болмайды. Кейбір адамдарға iPhone алмаса, олардың өмірлері өмір емес, сол үшін олардың өмірлік мақсаттары iPhone болуы мүмкін. Ал кейбір адамдарға iPhone ол жай ғана керек зат, пайдаланады. Мысалы, менде iPhone жоқ, бірақ менің әйелімде iPhone 16 бар. Мен оны жай ғана сыйлық ретінде алып бердім. Ал өзім iPhone ұстамаймын. Обычный телефон, Redmi. Мақсаттарыңызға сәйкес инвестициялық стратегия құрыңыз. Мақсаттарыңызға сәйкес инвестициялық стратегия құрыңыз. Яғни сіздің мақсаттарыңыз зейнетақыға жеткілікті ақша суммасы болатын болса, яғни сіз жұмыс істемеуге жеткілікті ақша суммасы болатын болса, айына 500 мың жарататын болсаңыз, 75 миллион деп алдық. Сол 75 миллион теңгені жинау үшін соған сәйкес сіз ай сайын инвестиция жасауыңыз керек. Кем дегенде 100 мың, 200 мыңнан инвестиция жасап отырсаңыз, 20 жылда сіз 75-150 миллион теңгені жинай аласыздар. Ол ондай үлкен сумма емес, долларға шаққанда ол тіпті аз. Так, 200 мың доллар, ол деген 100 миллион. Сізге 200 мың доллар негізі жеткілікті болады. Егер айына 500 мың 500 мың жарататын болсаңыз, сізге 200 мың доллар жинау жеткілікті болады Қазақстанда өмір сүру үшін. Так, инвестициялардың әрқайсысы белгілі бір тәуекелдерді қамтиды. Өзіңіздің тәуекел қабілетіңізді негізінде инвестиция шешімдер қабылдаңыз.
Иә, тәуекелдерді бағалау, кез келген инвестиция ол тәуекел алып келеді, яғни риск. Так, мысалы сіз досыңызға қарызға ақша беремін деп шештіңіз. Ол сіздің ең жақын досыңыз, ол сізден қарыз алған сайын қайтадан қайтарып береді. Қашан қайтарамын деп айтты, сол кезде қайтарып береді. Яғни сізде тәуекеліңіз қанша? Так, табыстылық бұл жерде жоқ. Себебі сіз оған процентке бермейсіз, просто дос ретінде қарызға ақша бересіз. Ол сізден мысалға 20 мың теңге сұрады, 3 күннен кейін қайтарып беремін деді. Сізде тәуекеліңіз бұл жерде ноль. Себебі сіздің ол досыңыз бұрын да сізден қарыз алған, бұрын алып уақытында постоянно қайтаратын, уже 4-5 рет сізден қарыз алды, 4-5 ретте де қайтадан қайтарып берді. Яғни сіз ол досыңыздан күмәнданбайсыз, сіз ол досыңызға 20 мың теңгені смело бересіз. Сізге ол досыңыз 3 күннен кейін қайтарып береді. Бұл жерде сізде ешқандай тәуекел жоқ. Ал егер сіздің бір танысыңыз, жұмыстағы коллеганыз мысалға, онымен қатты жақын араласпайсыз, ол сізден 20 мың теңге сұрады қарызға, тура сол сома. Бірақ бұл жерде сіздің тәуекеліңіз өте жоғары, 90% вероятностьпен ол сізге ақшаңызды қайтарып бермейді. Себебі сіз онымен қатты жақын араласпайсыз, оған сізге пофиг, сіздің ақшаңызды алады да кетіп қалады, болды. Типа сізбен ары қарай араласпайды да, сөйлеспейді де, жоқ болып кетеді. Ә, бұндай кезде сіздің тәуекеліңіз өте жоғары. Сіз осындай тәуекелдеріңізді дұрыс есептей білуіңіз керек. Немесе бір компанияға инвестиция жасаймын деп шештіңіз. Ол компания Қазақстандағы ең мықты компания. Мысалы, Каспий банк дейік. Ол компанияның банкрот болу вероятності өте төмен. Сондықтан сізде тәуекелдеріңіз азырақ. Бірақ қазір сіз акцияны сатып алып жатқан кезде ол компанияның акциялары өте жоғары болуы мүмкін. Демек, сіздің тәуекеліңіз өте жоғары. Себебі сіздің сатып алған уақытыңызға да байланысты ғой. Сіз қымбат кезде сатып алсаңыз, ол акцияның бағасы төмендеуі өте жоғары. Ал егер компанияның акциясы төмендеп кеткен кезде сатып алсаңыз, ол компанияның акциясы қатты жоғарылауы вероятності өте көп. Себебі ол компанияның табысы жақсы, историясы жақсы, дивиденд төлейді, бүткіл бәрі жақсы. Жай ғана қаржы нарығында адамдар ол компанияны жеткілікті деңгейде бағаламады. Сондай жағдайда сіз акцияларын сатып алсаңыз, ол компанияның акциялары белгілі бір уақыттан кейін нарық оларға өз бағасын береді, және акцияның бағасы қайтадан орнына жоғары келеді. Бірақ ол барлық компанияларға әсер етпейді. Сіз әр компанияға анализ жасап үйренуіңіз керек. Бұндай шешімдер қабылдау алдында қаржылық сауаттылығыңыз өте жоғары болу керек. Сол үшін мен курсымды сатып алыңыздар. Мен 30 мың теңгеге курс сатып жатырмын, қаржылық сауаттылық және инвестиция туралы. Ол жерде 12 видео бар. 12 видеода бәрі қысқа нұсқа, бәрі түсінікті, бәрі четко түсіндірілген курс бар. Егер алам десеңіздер алыңыздар, алмасаңыздар алмай ақ қойсаңыздар да болады. Инвестиция жасауды былай да үйрене берсеңіздер болады. Бірақ сол курсты алсаңыздар сіздерге оңайырақ болады, бәрі түсініктірек, комфортнее. Яғни неге алмасқа, егер ақшаңыз болса алыңыз, ақшаңыз болмаса алмай ақ қойыңыз. Сіз кітаптар оқыңыз көбірек. Ақшаңызды тек бір инвестицияға әртараптандыру. Үшінші, ақшаңызды тек бір инвестицияға немесе актив классына салмаңыз. Әртүрлі активтер мен нарықтарға инвестиция салу тәуекелдері төмендетеді. Яғни сіздің тәуекеліңіз жаңа өте жоғары болды деп есептесек, бір акцияны сатып алсаңыз, енді сіз әртараптандырсаңыз, яғни диверсификация жасайтын болсаңыз өзіңіздің ақшаңызды, яғни сізде 100 мың теңге болса, 100 мың теңгені саласыз, 100 мың теңгенің бәріне Каспийдің акциясын сатып алмайсыз. Каспийдің акциясы қазір 63 мың теңге тұрады. Бір акциясын Каспийдің сатып аласыз, и мына жақта қазір кез келген халық банк, міне халық банктың акциялары бар. Ол қанша теңге? 2-3 теңгеден тұрады. Немесе Кегоктың акцияларын сатып алсаңыз болады, 1400 теңге тұрады. Казтрансойлдың акцияларын сатып алсаңыз болады, ол 820 теңге тұрады. Эйр Астананікі қазір арзандап кетті. Негізі Эйр Астанаға инвестиция жасасаңыз, ол біраз уақыттан кейін өзін қайтадан көрсетеді. Себебі ол IPO-ға шыққан кезде 1073 теңгеден шықты, және екінші күні 1200 теңгеден сатылып жатқан. Қазір акциялардың бағасы өте төмен болып кетті. Бірақ мен жақында ғана сатып алдым 820 теңгеден. Қазір бағалар 820 теңге көлемінде тұр. Сол үшін
сіз бүткіл ақшаңызды, мысалға мен 500 доллар салдым ғой мына жерде, егер мен 500 доллардың бәріне бір компанияның акциясын сатып алсам, менде тәуекел деңгейім өте жоғары болатын еді. Себебі бұл компанияның акциялары төмен қалса, мен портфелімнің жартысы төмен құлайды, полный төмен құлайды деген сөз. Егер мына компания 50%-ке арзандап кетсе, мен портфелім 50%-ке арзандап кетеді. Бұл дұрыс емес, себебі сіз бүткіл ақшаңызды бір жерге салып отырсыз. Сіздің ақшаларыңыз әртүрлі компаниялардың арасында бөлінген болу керек. Неважно қандай суммада, мысалы 500 доллар салдыңыз ба, 500 доллар, 500 мың доллар салдыңыз ба, 500 мың долларды да әртүрлі компанияларға салу керек. Тек қана бір компанияға салуға ешқашан болмайды. Бұл өте үлкен қателік, достар. Так, чат GPT-ға оралайық. А, так, шешімдер қабылдау, тәуекелді төмендетеді. Иә, әртүрлі инвестициялық, яғни бір компанияның акциялары жоғары өскен кезде, екінші компанияның акциялары төмен түсуі мүмкін. Бір компанияның акциялары қатты төмен түскен кезде, бір компанияның акциялары қатты жоғары өсуі мүмкін. Соның арқасында сіздің портфеліңіз бір қалыпты тұрады. Егер де сіздің акцияларыңыз бір бір компанияның акцияларына салып тастаған болсаңыз, бүткіл ақшаңыз, сіздің тәуекеліңіз өте жоғары болады. Әртүрлі инвестициялық құралдармен ә, портфеліңізді әртараптандырыңыз. Яғни мен айтқан сияқты, бұл жерде әртүрлі инвестициялық құралдар, жаңа мен компанияларды айттым ғой, әртүрлі компаниялар салыңыз деп. Енді сізге тек қана акциялар емес, негізі инвестициялық құралдар көпке бөлінеді. Олар акциялар, облигациялар, жылжымайтын мүлік, инвестициялық қорлар, ETF-тер сияқты әртүрлі инвестициялық құралдарға бөлінеді, инструменттерге. Біз жаңа акциялар туралы айттық. Енді облигациялар бар. Облигация деген сіз компанияға қарызға беретін ақша сомасы. Оның тәуекелі акцияға қарағанда төменірек. Және жылжымайтын мүлік. Жылжымайтын мүлік ол квартира болуы мүмкін, коммерческий помещение, яғни магазиндерге, бизнеске арендаға беретін помещениялар болады ғой, соларды жылжымайтын мүлік қатарына жатқызамыз. Соларға инвестиция жасауға болады. Сіз бүткіл ақшаңызға акция ғана сатып алуға болмайды. Яғни сіз ақшаларыңыздың көп бөлігіне жас болсаңыз ғана акциялар сатып алуыңызға болады. Ал егер сіздің жасыңыз жоғарылаған сайын, сіз облигация, жылжымайтын мүлік, депозит, анау мынау қауіпсіздігі өте төменірек, қауіптілігі өте төмен инвестициялық құралдарға ақшаны салатын боласыз. Ал жас кезіңізде көбірек акцияларға инвестиция салған дұрыс болады, себебі акциялардың тәуекелі көп болғанымен олардың табыстылығы да басқа инструменттерге қарағанда жоғарырақ. Ұзақ мерзімді көзқарас. Инвестициялардың ұзақ мерзімді перспективада тиімді болатынын ескеріңіз. Қысқа мерзімді нарықтық құбылуларға тым көп көңіл бөлмеуге тырысыңыз. Инвестициялық стратегияңыздың ұзақ мерзімді табыстылығы мен тұрақтылығын бағалаңыз. Яғни инвестицияда ұзақ мерзімді көзқарас болғаны өте дұрыс. Себебі бүгін компаниялардың бағасы жоғары өсіп жатуы мүмкін. Бір жылдан кейін ол акциялардың бағасы 50%-ке төмендеуі мүмкін. 2 жылдан кейін 20%-ке төмендеуі мүмкін. Яғни сіздің инвестициялық жоспарыңыз негізінде 20 жылдан кем болмау керек. 20 жылдан ұзағырақ ойлауыңыз керек. Себебі қазір акциялардың бағасы төмендеуі мүмкін, өсуі мүмкін, бірақ ұзақ мерзім перспективада инфляцияның әсерінен барлық компаниялардың акциялары өседі, олар инфляциядан озу керек, және олардың табыстылығы да өседі. Сондықтан ұзақ мерзім перспективада сіздің портфеліңіз міндетті түрде өседі. Себебі сіз қандай бағада сатып алсаңыз да маңызды емес. Себебі қазір жоғары болғанымен 20 жылдан кейін ол ақша, қазіргі ақша мен 20 жылдан кейінгі ақша екі түрлі ақша. Сондықтан достар, ұзақ мерзімді перспективада қараңыздар. Инвестицияға да кез келген жалпы өмірлік шешім қабылдағанда ұзақ мерзім перспективада қараған дұрыс. Үйленсеңіз де, үй сатып алсаңыз да, машина сатып алсаңыз да ұзақ мерзімге қарағаныңыз дұрыс болады. Инвестиция жасағанда да бұл ең маңызды шарттардың бірі болып табылады. Себебі сіз инвестицияны бір жылға ғана жасайтын болсаңыз, ол инвестиция емес, ол жай ғана трейдинг болып аталады. Ақпарат пен білім. Инвестиция жасамас бұрын нарықта активтерді және инвестициялық құралдарды мұқият зерттеңіз. Иә, бұнымен келіспеуге болмайды. Нарықты, яғни қаржылық нарық
қазір акциялардың бәрінің бағасына қарайсыз, қазір өсіп жатыр ма бәрі? Значит, рыноктың бәрі, бүткіл нарықтың бәрі өсіп жатыр деген сөз. Егер акциялардың бағасының бәрі құлап жатыр ма? Демек, акциялардың бәрі құлап жатыр, сізге қазір сатып алу керек, себебі акциялардың бағасы арзан. Егер нарық тым жоғары сатылып жататын болса, акциялардың бәрінің бағасы өсіп жататын болса, ол жақта сізге сатып алудан қатты табыс алып келмейді, себебі олардың бағалары уже жоғарыда тұр. Олардың төмендеу вероятності көбірек өсуге қарағанда. Сондықтан нарықтық қазіргі жағдайға қарау керек. Және активтерді және инвестициялық құралдарды мұқият зерттеңіз. Яғни бір компанияның акциясын сатып аламын деп шешсеңіз, сіз ол компанияның қаржылық есептерін қарауыңыз керек, оның табыстылығын қарауыңыз керек, оның шығындарын қарауыңыз керек, оның қарыздарын қарау керексіз. Сіз компанияға инвестиция жасап жатқаныңызды ешқашан ұмытпаңыз. Акция сатып алу ол жай ғана бір цифралар емес интернеттегі. Ол сіз компанияның акцияларын сатып алып жатырсыз. Сіз компанияның иегері атанып жатырсыз. Сондықтан сізге ол компанияға инвестиция жасамас бұрын мұқият анализ жасау керек болады. Оның барлығын мен өзім курсымда көрсеткенмін, қалай анализ жасауға болатынын. Так, инвестиция отырған білімді, инвестиция жасау туралы біліміңізді әрқашан жаңартып отыру керексіз. Экономикалық және нарықтық трендтерді бақылаңыз. Экономика қазір өсіп жатыр ма, өсіп жатқан жоқ па, жаңалықтарға көбірек қараңыз. Алтыншы, бюджет пен қаржылық жоспар. Инвестициялау үшін бөлінген қаржыны өзіңіздің бюджеттің бөлігі ретінде жоспарлаңыз. Күнделікті қажеттіліктер мен төтенше жағдайларға қажет қаржыны бөлек сақтаңыз. Бұл жерде де дұрыс айтылып отыр, жаңа бюджет пен қаржылық жоспар. Яғни бюджетіңізге өзіңіздің бүткіл шығындарыңызды есептеңіз және одан бөлек тағы да ақша жинап қойыңыз деп отыр. Инвестициялау үшін тым көп ақша салмаңыз, немесе қаржылық ауыртпалықтардан аулақ болыңыз. Инвестиция жасау үшін сіз кредит алуыңызға болмайды. Себебі бұның логикасы жоқ. Себебі инвестор ол ақша беруші, ода ақша көп деген сөз. Ақшасы көп адам кредит алмайды. Яғни сізде кредит болмау керек инвестиция жасамас бұрын. Себебі кредиттер, сіз кредит әрқашан төлеп отырасыз. Ал сіздің инвестицияңыз әрқашан өспейді. Сізге көп әрқашан табыс әкеліп отырмайды инвестиция. Кейде инвестиция жасаған инвестицияңыз төмен кетуі мүмкін. Сонда сіз өзіңіздің кредитке алынған ақшаңызды инвестиция жасаған болсаңыз, сіздің акцияларыңыз төмендеп кетсе, сіз кредитті бәрібір төлеп отырасыз. Сондықтан, достар, инвестицияны тек өзіңіздің жеке ақшаңызға, өзіңіздің жинаған ақшаңызға ғана жасаңыздар. Кредитке алынған ақшаға инвестиция жасамаңыздар. Кредитке алған ақшаға ставка қоймаңыздар. Кредитке алған ақшаға пирамидаға ақша салмаңыздар. Биткоин сатып алмаңыздар. Ол өте үлкен қателік. Сіздің қаржылық жағдайыңызды қатты нашарлата алатын қателіктердің бірі осы кредитке алынған ақшаны инвестиция жасау. Комиссиялар мен шығындарды түсіну. Достар, комиссия, яғни сіз кез келген брокер арқылы инвестиция жасайтын болсаңыз вообще, кез келген брокер өзінің комиссиясын алады. Сіз бір акцияны сатып алған кезде өзінің 0,05% комиссиясын, 2 теңге, 1 теңге комиссиясын алып отырады. Ол үлкен сумма деп санамаймын, достар. Кейбіреулер осыған қатты мән береді да, комиссия неғұрлым аз төлесем соғұрлым жақсы деп. Иә, жақсы ол, бірақ оған тым көп уақыт бөлудің қажеті жоқ деп санаймын. Мына жерде чат GPT-дің өзінің көзқарасы бар бұған. Инвестицияларды таңдау кезінде шығындарды азайтуға. Иә, бұнымен келісемін. Инвестицияны таңдаған кезде сіз мысалы брокерлік счетыңызға ақша салу үшін комиссия азырақ төлеуіңіз керек. Ол үшін сіз ақшаны наличный апарып банкоматқа салып, комиссия азырақ төлейсіз. Себебі банктен банкке жіберген кезде сіз комиссия 1% комиссия төлейсіз. 1% комиссия өте көп толтыру үшін. Шығару кезінде де дәл солай. Сол үшін осыған мән беруге болады. Бірақ сіз төлейтін комиссия, брокерге төлейтін комиссия, ол жай ғана тиын, оған мән бермей ақ қойсаңыз да болады. Тұрақты түрде бақылау. Инвестицияларыңызды үнемі бақылап, оларды қарастырып отырыңыз. Қажет болған жағдайда стратегияңызды қайта қарау немесе түзету жасаңыз дейді. Сіз ақшаңызды салғаннан кейін, инвестиция жасағаннан кейін өзіңіздің инвестицияларыңызды күніге қарап отыра аласыз.
акциялардың бағасы өсіп жатыр ма, түсіп жатыр ма, сіз оларға мұқият қарап отырасыз. Өзіңіздің сатып алған компанияларыңыз туралы жаңалықтарды көріп отырсаңыз болады. Инстаграмда подписка жасап қарап отыра бересіздер. Солай осы арқылы сіз тұрақты түрде өзіңіздің жасаған инвестицияларыңызды бақылап отырасыз. Егер компанияда жаман жаңалықтар шықса, сіз ол компанияның акцияларын елден бұрын сатып, өзіңіздің ақшаңызды қайтарып алып, басқа компанияларға инвестиция жасай аласыз. Егер де компания туралы жақсы жаңалықтар шығып жатса, сіз керісінше көбірек ақша салып, компанияның өскен кезінде қайтып сатып жіберсеңіз болады. Так, ә, сабырлылық. Инвестициялауда табысты болу үшін сабырлы болу маңызды. Нарықтағы құбылуларға алаңдамаңыз және ұзақ мерзімді мақсаттарға назар аударыңыз. Инвестиция жасауда ең керек қасиет адамда ол сабырлылық. Бұл жерде дұрыс жазылған. Сіз егерде тым шошаңқай болсаңыз, мынау акцияның бағасы төмендеп кетті, мен сатуым керек, қазір тағы да төмендеп кетеді, сіз әрқашан шығында боласыз. Сіз асықпай, ойланып, өзіңіздің шешімдеріңізге мұқият болып жасасаңыз, инвестиция акцияның бағасы құласа, сіз қатты қобалжымайсыз, себебі сіз ол компанияның табысты екенін білесіз, және ол компания міндетті түрде қайтып өз қалпына келетінін білесіз, себебі сіз ол компанияға анализ жасадыңыз. Сондықтан сіз сабырлы боласыз. Сіздің біліміңіз жоғары болғанның арқасында сізде қобалжуларыңыз азырақ болады. Меньше суеты, больше мозга. Достар, осылай қатты уайымшыл болудың қажеті жоқ. Инвестиция жасағанда сабырлы болу керек. Және ұзақ уақытқа инвестиция жасау керек. Сарапшылармен кеңесу. Қажет болған жағдайда қаржылық кеңесшілермен немесе инвестициялық мамандармен кеңесіңіз. Олар сіздің инвестициялық шешімдеріңізді жақсартуға көмектесе алады. Әрине, бұнымен толықтай келісемін. Инвестициялық консультанттар сізге инвестицияңызды дұрысырақ пайдалануға көмектеседі. Бірақ доверительный управлениеге өзіңіздің ақшаңызды бермеңіздер. Себебі оларға сіз табысты боласыз ба, жоқ па, қызық емес, олар өздерінің комиссиясын бәрібір алады. Сіз өз ақшаңызды сіз сияқты ешкім дұрыс инвестиция жасай алмайды өзіңізден басқа. Сондықтан өз ақшаңызды ешкімге доверительный управлениеге бермеңіздер. Бұл ережелерді ұстана отырып, инвестициялық табыстарыңызды арттырып, қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ете аласыздар. Және менің ChatGPT-ға қойған үшінші сұрағым инвестициядағы негізгі қателіктер. Инвестициялау кезінде жиі кездесетін қателіктерді болдырмау үшін келесі негізгі қателіктерді білу және олардан аулақ болу маңызды. Бірінші, тәуекелді дұрыс бағаламау. Бұл қателіктер туралы айтылып отыр ғой. Инвесторлар кейде инвестициялардың тәуекелдерін асыра бағаламауы немесе бағаламауы мүмкін. Инвестицияның тәуекелдерін дұрыс түсінбей, тек табысқа бағытталған шешімдер қабылдау салдарға әкелуі мүмкін. Мына жерде дұрыс емес жазып қазақша. Яғни айтып тұрған жері, сіз рисктарды, тәуекелдерді дұрыс бағаламай тұрсыз. Демек, сіз бір жерде біліміңіз жеткіліксіз де болып тұр деген сөз. Мысалға, мен жаңа айтқан сияқты, мысалдағы, сіз досыңызды дұрыс бағаламаған болуыңыз мүмкін. Сіздің жақын досыңыз да қарызды қайтармай кетіп қалуы мүмкін. Сіз тәуекелді дұрыс бағаламадыңыз деген сөз. Значит, оның тәуекелі сізде 0 болған жоқ деген сөз. Сіз қателестіңіз деген сөз. Тәуекел бәрібір болды, 10%-тей тәуекел болды деген сөз. Соның әсерінен сіз өзіңіздің қарызға берген 20 мың теңгеңізден айырылып қалуыңыз да мүмкін. Бұл тәуекел, сіздің рискіңіз. Сол сияқты инвестиция компанияларға жасаған кезде де сіз компания мүлде банкрот болмайды деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ сіздің шешіміңіз дұрыс болмай шығуы мүмкін, сіз дұрыс бағаламауыңыз мүмкін, компанияға дұрыс анализ жасамаған болуыңыз мүмкін. Біз бәріміз адамбыз, біз бәріміз қателік жібереміз, сол үшін тәуекелдерді дұрыс бағалауды үйрену керек. Жалпы нарықтағы именно сіз инвестиция жасап жатқан компанияның секторындағы экономикалық жағдайға да мән беру керек. Ол тек қана компанияға ғана байланысты емес, компанияның акцияларының өсуі немесе төмендеуі. Так, әртүрлілікті жеткіліксіз қамтамасыз ету. Портфеліңізді тек бір
портфеліңізді тек бір актив классы немесе нарыққа инвестициялау тәуекелдерді жоғарылатады. Әртүрлі активтер мен нарықтарға инвестиция салмау қаржылық қауіптерді көбейтеді. Жаңа біз айтқан сол диверсификация жасамасаңыз сіздің ақшаңызды сіздің тәуекеліңіз өте жоғары болады. Бүткіл ақшаңызды бір компанияға немесе бір секторға салатын болсаңыз, яғни тек қана мұнай өндіретін компанияларға ғана инвестиция жасасаңыз, егер де мұнайдың бағасы арзандап кететін болса, сіздің инвестицияңыз да төмендейді. Сол сияқты сіз бір ғана компанияға немесе бір ғана секторға инвестиция жасамауыңыз керек бүткіл ақшаңызды. Сіз ақшаңызды бөліп әртүрлі компанияларға инвестиция жасау керексіз. Сонда сіздің тәуекеліңіз азырақ болады. Қысқа мерзімді нарықтық құбылуларға алаңдау. Нарықтық құбылуларды бақылай отырып, қысқа мерзімді өзгерістерге тым көп көңіл бөлу табысты ұзақ мерзімді стратегияларға кедергі келтіруі мүмкін. Сабырлылық пен ұзақ мерзімді көзқарас қажет. Яғни қысқа мерзімде акциялардың бағасы қатты өсуі мүмкін, сіз ол кезде сатып жібермеуіңіз керек. Қатты төмендеп кетуі мүмкін, сіз ол кезде сатып жібермеуіңіз керек. Сіз басқа адамдардың жасап жатқан нәрсесін қайталамауыңыз керек. Инвестицияда сіз көпшілікке қарама қайшы заттарды жасауыңыз керек. Көпшілік егер акцияларды сатып алып жатса, акцияның бағасы өседі, сіз ол кезде керісінше сатуыңыз керек. Көпшілік акцияларды сатып жатқан кезде акцияның бағасы төмендейді, сіз ол кезде керісінше сатып алып жатуыңыз керек. Тек сонда ғана сіз табысты бола аласыз. Сіз көпшіліктің жасағанын қайталамауыңыз керек. Қысқа мерзімді құбылуларға қатты алаңдамаңыз, ұзақ мерзімге инвестиция жасаңыз. Жеткілікті зерттеу жүргізбеу дейді. Инвестиция жасау алдында нарықты, компанияны немесе инвестициялық құралды толық зерттемей шешім қабылдау қателікке алып келуі мүмкін. Ақпаратсыз немесе үстіртін шешімдер қабылдау қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін. Дұрыс зерттемесеңіз, әрине сіз өзіңіз дұрыс емес инвестиция жасайсыз, дұрыс емес шешім қабылдайсыз. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Шығындарды ескермей. Инвестициялық құралдар мен қызметтер үшін комиссиялар, талықтар және басқа да шығындарды елемеу жалпы табысты азайтуы мүмкін. Қаржылық шығындарды есепке алып, оларды минимизациялау маңызды. Яғни егер де сіз акцияларды сатып алып сата беретін болсаңыз, сізде шығындарыңыз көп болады. Сондықтан сізге акцияны бір рет сатып алып, өмір бақи ұстау керек. Негізі мақсат. Негізі 20 жылдан кейін уақытқа инвестиция жасамауыңыз керек. Сонда сіздің комиссиялық шығындарыңыз тиім болып қалады. Ал егер әрине сіз ай сайын акциясын біресе сатып алып, біресе сатып, сәл қымбаттаса сатып, сәл арзандаса сатып алып отыратын болсаңыз, сізде әрине комиссиялық шығындарыңыз көп болады, налогтарыңыз көп болады, салықтарыңыз. Сол үшін достар, инвестицияны ұзақ мерзімге жасаңыздар, комиссияларға мән беріңіздер және шығындарды есептеңіздер. Өзіндік қаржылық жағдайды елемеу дейді. Инвестициялау кезінде өзіңіздің қаржылық жағдайыңызды, мысалы төтенше жағдайлар үшін жинақтарыңызды бар жоғын ескермеу қателік болып табылады. Инвестицияға ақша салу алдында қаржылық қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етіңіз. Иә, достар, өзіңізде сізде қаржылық қауіпсіздік жастығы болмайтын болса, сізге инвестиция жасауға болмайды. Себебі сізге қатты ақша керек болып қалған кезде, сіз инвестиция жасаған компаниялардың акциялары төмен кезге келіп қалатын болса, сіз ол акцияларды шығынға сатасыз, минусқа сатасыз, сөйтіп ақшаңызды шығарып аласыз, себебі сізге ақша керек. Ал егер де сізде қаржылық қауіпсіздік жастығы болған кезде, сіз ол инвестиция жасаған ақшаңызға тиіспей, сол қаржылық қауіпсіздік жастығыңыздан ақшаны алатын едіңіз. Сонда сіз минусқа кірмейтін едіңіз, сатпайтын едіңіз ақша акцияларыңызды. Эмоцияларға негізделген шешімдер қабылдау. Эмоцияларға негізделген шешімдер қабылдау, мысалы қорқыныш немесе ашкөздік инвестициялық қателіктерге алып келеді. Тұрақты сараптамалық негіздегі шешімдер қабылдау қажет. Яғни көп қобалжымау керек, эмоцияға берілмеу керек, инвестицияда сабырлы болу керек деп айтылды жаңа. 8-ші, нарықтық трендтерді дұрыс түсінбеу. Нарықтағы трендтерді дұрыс түсінбеу немесе сол трендтерге толық сену қателікке алып келуі мүмкін. Нарықтық ақпараттарды мұқият талдап, ұзақ мерзімді трендтерді қарастыру маңызды. Яғни, мысалы жақында искусственный интеллект, жасанды интеллектке тренд көп болып кетті, барлық адамдар соған инвестиция жасап келді. Енді бір уақытта олардың акциялары төмендесе, оларды ешкім сақтай алмайды.
себебі переоцененный болып кетті, тым жоғары бағалап жатыр жасанды интеллекттің табыстылығын. Оған тым көп ақша салып жіберді, бірақ оған әлі нарық пайда болған жоқ, олар әлі жоғары бизнес болған жоқ, жасанды интеллект көп ақша алып келіп жатқан жоқ дәл қазір. 10 жылдан кейін мүмкін жоғары көп ақша алып келуі мүмкін, бірақ қазір тым қатты жоғары бағалап жүрді адамдар. Бәрі инвестициядан, сауаты барлар да сауаты жоқтар да сол жасанды интеллектке инвестиция жасап жатыр, сол нәрседен олардың акциялары тым жоғары қазір. Портфельді нарықтық трендтер, иә, осылай трендтерге қарау керек та. Мысалы қазір мұнайдың бағасы жоғарылап жатса, сізге мұнайға инвестиция жасаған дұрыс болады, себебі олардың табысы, мұнай өндіретін компаниялардың табысы қазір жоғары болады, демек олар дивиденд көбірек төлейді деген сөз. Егер мұнайдың төмен болса, сізде табыстылығыңыз азырақ болады деген сияқты. Трендтерге көбірек қарау керек. Бірақ оған сол трендтердің негізінде өзіңіздің қаржылық жоспарыңызды құру дұрыс емес. Қысқа мерзімді табысқа бағдарлану және жылдам пайда табу ниеті ұзақ мерзімді инвестициялық стратегияларды бұзуы мүмкін. Ұзақ мерзімді көзқарас маңызды. Яғни сіз қысқа мерзімге инвестиция жасап, тезірек табыс тауып, тезірек шығып кетемін деген ой сіздің жоғары негізгі мақсатыңыздан алыстатуы мүмкін. Сіз ұзақ мерзімге инвестиция жасауыңыз керек. Портфельді қайта қарамау. Инвестициялық портфельді тұрақты түрде қайта қарамау және оны жаңартпау ағымдағы нарықтық жағдайларға сәйкес келмеуі мүмкін. Портфеліңізді үнемі қарап, қажет болса түзетулер енгізіп отыру керексіз. Яғни сіз өзіңіздің жасаған инвестицияңыздың дұрыс немесе бұрыс екенін 6 айда бір қарап, оларға баға беріп, дұрыс шешім қабылдадыңыз ба жоқ па түсініп, егер қате шешім қабылдасаңыз, өзіңіздің ойыңызды өзгертуіңізге болады. Оларды сатып, басқа компанияларға инвестиция жасасаңыз болады. Артық қарыз алу. Инвестиция жасау үшін тым көп қарыз алу қаржылық тұрақтылықты төмендетуі мүмкін. Қарызды ақылмен және жауапкершілікпен пайдалану керек. Яғни маржинальная торговля деген болады. Сізге брокер қарызға ақша береді, сіз сол ақшаға акция сатып аласыз, акцияның бағасы жоғарылаған кезде сатасыз, сөйтіп брокерге қарызыңызды қайтарасыз. Немесе акцияның бағасы тым жоғары болса, сіз брокердің қарызға ақша аласыз, акцияларды сатасыз жоғарыда, қымбат кезінде, сөйтіп төмендеген кезде сіз брокерден ақша емес акция аласыз. Қымбат кезінде аласыз қарызға, акцияның бағасы төмендейді, сіз акцияларды сатасыз, брокерге қарызыңызды қайтарасыз ақшалай. Оны шорт позиция дейді. Енді қарызға вообще негізі инвестиция жасамай қойған дұрыс. Тек өзіңіздің ақшаңызға ғана инвестиция жасаңыз, сонда сіз ешқашан минусқа кете алмайсыз. Бұл қателіктерді түсініп, олардан аулақ болу инвестицияңызды жақсартуға және сіздің ақшаңызды көбейтуге көмектеседі. Достар, осымен болды. Мен инстаграмыма жазылыңыздар. Инстаграм Baukaplay Money деп аталады. Baukaplay, нижнее подчеркивание, Money. Немесе ютубтағы Baukaplay инвестиции и финансы деген каналыма жазылсаңыздар болады. Осы ютубтағы каналға жазылыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер, инвестиция жасауды үйреніңіздер. Менің инвестициялық курсымды сатып алыңыздар. 30 000 теңге тұрады. Оның ішінде 12 видео, 4 тест, бір прямой эфир болады. Және кез келген сұрақтарыңызға сол курсты сатып алған адамдардың кез келген сұрағына жауап беремін. Рахмет достар, сау болыңыздар. Осы видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Кейін 20-30 жылдан кейін осы видеоны көргендеріңізге рахмет айтасыздар деп ойлаймын. Жақсы, бір адамға болса да пайдам тиді деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар.